Сан саланы қамтитын самұрық-қазына компаниялар тобында бүгінде 350 мыңға жуық отандасымыз еңбек етеді. Өндірісті өрге сүйреп жүргендердің қатарындағы әрбір үшінші қызметкер әйел. 7 мыңнан астам қыз-келіншек қызметте өрлеп, орта буындағы жетекші атанса, 2 мыңға жуығы көп балалы ана. 8 наурыз мерекесі қарсаңында әр саланы дамытуға саналы ғұмырын сарп етіп жүрген үздіктер Астанаға шақырылды. Мы, как самұрық-қазына, вы знаете, являемся лидерами в своих отраслях. Самұрық-қазына компаниялар тобы өз саласындағы көшбасшы. Ал осы кәсіпорындарды үздіктер қатарына жетелеп жүрген алғы шепте әйелдерді көреміз. Сол себепті біз бас кеңсеге еліміздің 4 тарабындағы кәсіпорындардың ең үздіктерін шақырдық. Алғы шептегі арулар арқылы біз самұрық-қазына компаниялар тобында еңбек ететін барлық әйелдерді мерекемен құттықтап алғыс айтқымыз келеді. Қазір трансформация бағдарламасы қарқынды жүзеге асып жатқанын тілге тиек еткен төраға әйелдердің табиғаты өзгеріске құштар. Сондықтан бұл жолда олар азаматтардың сенімді серігі болып, жаңа жетістіктер мен жеңістерге жетелеуді сұрады. Үздіктерге арнайы алғыс хаттар табыс етілді. Астанаға арнайы шақырылғандардың бірі Айгүл Ташбаева. Оның Эйр Астана компаниясында еңбек етіп келе жатқанына биыл 10 жыл. Білікті қызметкер 4 мың адамды еңбекпен қамтып отырған елдегі ең ірі компанияның кадрлық саясатына жауапты. Екі баланың анасы өзі де компаниямен бірге өрлеп, кәсіби тұрғыда шыңдалып келе жатқанын айтты. Я выбрала Эйр Астану, и не было ни одного дня, чтобы я пожалела, что я работаю в этой самой лучшей. Осы компанияға қызметке тұрғаныма бірде-бір рет өкінген емеспін. Мен адамдармен жұмыс істейтін болғасын, қызметімді ерекше қызықты деп санаймын. Қазір компанияда 4 мың адам жұмыс істейді. Мен келген кезде штат 2 мың болатын. Мен де компаниямен қатар өсіп келемін. Қазір міне бизнес серіктес атандым. Ал Татьяна Шестикованың Көкшетаудағы тыныс зауытында тер төгіп жүргеніне биыл 32 жыл. Қазір білікті шебердің қолынан шыққан әрбір екінші өнім шетелге экспортталады. Еңбегімен дараланған осындай әріптес әйелдер жайлы мыңдап мысал келтіруге болады. Кез келген кәсіпорында ұжымның ұйытқысы олар. Енді трансформация бағдарламасын жүзеге асыруда да оларға үлкен сенім артылып отыр.